Түнгі көбелек 2 бөлім. Зейнеп ішке кіруге жүрегі дауаламай, сыртта біраз тұрды. Дәл осы тұрысында сырт көзге жайбарақат сабырлы көрінгенімен, ішкі жан дүниесіндегі төңкерілісті адам баласына сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Әлі де ағасының қарғыс атқыр, мына аты жаман ауруханада екеніне сенгісі жоқ. Алақандай нәзік жүрегі бұл ауыртпашылыққа шыдай алмай еңкілдеп жылап жіберді. Ұзақ жылады, өмірдің әділетсіздігінен алады. Бақытты қам-қаперсіз балалық шағын есіне түсіріп, көз жасын әрең тоқтатты. Өз-өзін ретке келтіріп, бойына бар батылдығын жинап, ішке кіргені сол екен, алдынан бір медбике шығып, "Сіз Зейнеп боларсыз, жүріңіз, Нартай Уәлиұлы бақшада отыр", деген медбике Зейнептің алдына түсті. Шамасы тұмар бұларға менің келетінімді ескертіп қойған болуы керек, деп ойлады да, Зейнеп қадамдарын тездете медбикенің соңынан ерді. "Әне, ана жерде отыр ағаңыз, бірақ ескертіп қояйын, сізді танымауы да мүмкін", деді де медбике қыз өз жөніне кетті. Зейнеп бақшада орындықта, жанарымен жерді тесердей, бүкірейіп, басы төмен салбыраған күйде, міз қақпай отырған ағасын көргенде, тұла бойынан қабырғасы қақ айырылып бара жатқандай күйде тұрып қалды. Кеудесін өксік қысып, жанарын жас торлады, қолындағы қымбат сөмкесін бауын үзіп жіберердей, тістеніп барып ағасының жанына жайғасты. Нартай басын көтеріп бұған қарар емес, тіпті мына әлемнен бас кешіп, өз әлемінде отырғандай. "Аға", деді Зейнеп сүйріктей дірілдеген саусақтарын Нартайдың иығына қойып. Сол кезде ғана қалың ұйқысынан оянғандай ағасы Зейнепке қарады. Жүзі солыңқы, қос жанарының айналасын әжім торлай бастаған Нартай оны танымады ма, жоқ әлде бойын дендеген дерті өткенін жадынан өшіріп тастады ма, әйтеуір тіл қатпады. "Аға, мен ғой Зейнеп, сенің Зейношың", дегені сол еді. Даусы қарлығып, Нартай кенет мазасыздана бастады. Қос тізесін екі қолымен қапсырта құшақтап алып, әрі-бері отырған орнында теңселе бастады. "Жоқ, Зейнеп өлген, ол өлген, ол жоқ енді", дей берді. "Жоқ аға, мен тірімін, қарашы, мен сенің қарындасың Зейношпын", деген Зейнептің сөзіне иланбаған Нартайды екі медбике күшпен сүйрелеп ішке алып кетті. Соңдарынан жан ұшыра жүгіріп барған Зейнепке, "Сіз кете беріңіз, қазір тыныштандыратын екпе саламыз, ертең бірақ оянады", деген медбикеге, "Мен ағамның дәрігерімен сөйлесуім керек", деп өтініш жасап еді. "Жоқ, кешіріңіз, дәрігермен тек Тұмар ханым сөйлесе алады", деп медбике кетуін өтінді. Зейнеп Алматының санында шегі жоқ саябақтарының бірінде, оқшаулау тұрған жалғыз орындықта міз қақпай, күннің ұясына батуын күтіп отыр. Онысы жұмыстан келген болып сыңай танытып, кеш қайта бірақ үйіне бармақшы. Есіне ағасының із-түссіз жоғалып кеткен кезі түсіп, ауыр күрсінді. Осыдан 6,5 жыл бұрын әйеліме күн көрсетпедіңдер деген желеумен буынып-түйініп шүйкебас әйелін жетектеп үйден кетіп қалған ағасы шешесінің көз жасымен әкесінің қар жауған қабағына да қарамаған. Аптап шілдеде де қаһарына мінсе аспаннан қар жаудырардай мінезі бар әкесі сол кезде ағасына ләм-мим деп аузын ашпастан қуыс бөлмедегі темір кереуетке ұзынынан түсіп теріс қарап жатып алып еді. "Әкесі-ау, баланы тоқтатсаңшы", деп жалынған әйеліне, "Дәйт, кетемге салып әке-шешесінен безген баладан не үміт, не қайыр, кетсе одан әрмен", деп сөзін бірақ қайырған еді әкесі. Бұдан кейін сол шаңырақта Нартайдың есімі мүлдем аталмады. Тек 3 ай дегенде үйге іздеп келген құқық қорғау қызметкерлерінің 1 ай бұрын балаларының жоғалып кеткендігін, әйелі енді ғана арыз жазғанын естігенде, әкесі мен анасы қайғыдан қан жұтып, жан ұшыра Нартайды іздеп таба алмаған еді. Болмысынан томаға тұйық әкесі бұл жағдайдан кейін іштей тынып құса болды. Тұңғышының өлі не тірі екенінен бейхабар күйде жүргенде, екінші ұлы Жантай көлік апатына ұшырап, әп-сәтте арбаға танылып, мүгедек атанып шыға келді. Қосарлана келген қос қайғыға әке жүрегі төтеп бере алмай үзіліп кете барған. Өткенін еске алып отырғанда қас қарая бастаған байқамай да қалыпты. Қоңырау шалған клиенттеріне "Бүгін мазам болмай тұр", деген сылтау айтып, үйіне келгенде босағадан буынып-түйініп отырған анасы қарсы алды. "А, қызым, келдің бе? Тоңазытқышта кешкі асыңды дайындап салып қойдым. Тамақтанып аларсың. Мен кешкі автобуспен ауылға жетіп алайын. Өзің де білесің ғой, Жантайды Сағираға тастап кеткенімді. Онсыз да қалада ұзақ жатып қалдым. Ұят болды", деген анасы Зейнепке сөйлеуге мұрша бермей асығыс киініп жатты. "Апа, бүгін бармасаң болмай ма? Ертең сені бір жерге апарайын деп едім. Бүгінше қала тұр", деді Зейнеп анасын тоқтатып. "Қой қызым, үйге қайтайын. Апаратын жеріңе кейін апара жатарсың.
әлі келемін ғой, деп анасы бой берер емес. Апа, тыңдашы, бұл өте маңызды нәрсе деймін, деді Зейнеп басын көтеріңкіреп. Әйтеуір не керек, анасын көндіріп алып қалды. Бар ой ана жүрегіндегі шермен болып қалған сағыныштың шелін бұзып, ана мен баланы тапсыру еді. Бірақ бұл шешімі дұрыс болар ма екен деген қорқынышы да жоқ емес. Анасына мән-жайды қалай түсіндірмек? Шындықтың ауырлығы соншалық, ана жүрегі шыдай алар ма екен? Ол жағы беймәлім. Ал Тұмар ше? Ол біліп қойса Зейнепті жайына қалдырмасы анық. Бірақ Зейнеп көз алдында күннен күнге солып бара жатқан анасын үшін тәуекелге бел буып, күндіз күліп, түнде тәнін саудаға салып, оңаша қалса жылайтын, құны көк тиын өмірін таразы басына тікті. Тұмар жайлы тіпті ойлағысы да келмеді. Шыбын жанын кеудесінен жұлып алса да, бұл жолы Тұмарға қарсы шықпақшы. Айналаны жауып алған қара қою түнге перденің саңлауынан қарап, меңіреу қалпында тапжылмай, таңның атуын күтіп отырған Зейнеп әлсін-әлсін күрсініп қояды. Ертеңгі күнінің бұдан да қиын, бұдан да ауыр болатынын болжап, ұйқысы қашып, кірпіктері айқаспай-ақ қойды. Осылайша сан мың ойдың құрсауында отырғанда таң да атты. Анасы да түні бойы ұйықтап жарытпаған-ау, әйтеуір ас бөлмеде жүр. Ауылда қалған мүгедек ұлын ойлап ұйқысы қашқан болуы керек. Зейнептің көңіліне кірбің түсіріп алмайын деп, сөзін жерге тастамап еді. Әйтпесе бүгін өз үйінде, баласының қасында сүт қатқан қою шайын ішіп отыратын еді ғой. Қайырлы таң, апа, деді Зейнеп, ас бөлмеде күйбеңдеп жүрген анасына. Жақсылығымен болсын, қызым. Кел, шай ішіп алайық. Сосын көп кешіктірмей, кешегі апарам деген жеріңе апар. Кешкі автобусқа үлгеруім керек. Жөні түзу адамдарша. Қайда апаратыныңды да айтпадың ғой, деді анасы шайын құйып жатып. Зейнеп анасына жауап қатпады. Үйден асыға шыққан Зейнеп пен анасы таксимен ағасы жатқан ауруханаға қарай келе жатыр. Байғұс ана еш нәрседен хабары болмағанымен, жүрегі кеудесінен шығып кетердей болып, түсініксіз күйде отыр. Ау қызына, қызым, қайда бара жатырмыз? Деп сұраулы жүзімен қарап қояды. Бірақ қызы мардымды, көңілге қонатындай жауап қатпады. Көп ұзамай такси бұларды аурухананың алдынан түсіріп кетті. Зейнеп, енді айтарсың, бұл қай жер? Мына жерге неге келдік? Деген анасын қолынан ұстап, сол жердегі орындыққа жайғастырды. Апа, тыңдашы, тек қатты қобалжыма, бәрі жақсы болады. Мына алдыңда тұрған ауруханада, дей беріп еді, қақпадан биік өкшелі туфлиін тақылдата, жерді тесіп жіберердей, қабағы қатулы Тұмар шыға келді. Тосыннан түйіскен жанарлар, бір-бірінен өңештерін тесіп жіберердей, кірпік қақпастан демдерін жұтына тұрып қалды. Жалғасы бар. Оқиға мұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеле кетіңіздер.